Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен мен бүгін осы биыл жапқан банкаларымды таныстырып өткім келіп отыр. Биыл ең аз жапқан банкамыз болды. Себебі жылда бұдан да 2-3 есе көп жабамыз біз банканы. Биыл бізде салат өте аз болды. Біз бір-ақ түрінен жаптық. И мынандай тушеный капуста жаптық. Қайнатып буға пісірілген демай, буға жабылған демай, кім қалай айтады солай мен сіздерге көрсетіп өтейін. Бізде мына екі түрінен жаптық. Біреуіне осындай қызылша қостық, ал келесіне қызылша қоспадық. Міне осындай болды, көріп тұрғандарыңыздай. Менде рецепт бар, описанияға жазып кетемін, ссылкаларын белгілеп кетемін. Одан кейін осындай салат түрін жаптық. Сицибили деп аталатын шығар, атын білмедім. Одан кейін біз компот өте көп жаптық. Барлығы өзімізден. Мынаның ішінде банкада өрікпенен шиеден жасалынған. Көрдіңіздер, түсінің қандай керемет екенін. Екеуінен ғана жапқанның өзінде өте керемет компот болады. Бұлдан тағы да міне екі қатар тұр ғой, компот. Бұдан тағы да 50-60 банкі бар. Мына жерге симағандықтан тек екі қатар көрсетіп тұрмын. Арт жағында көріп жатсаңыздар 3 литрлік банкалар да бар. Келесі бізде өрік. Биыл өріктен біз банка жаппадық, варенье жаппадық. Себебі бізде алдыңғы жылғыдан қалған банкалар бар. Мен көріп тұрғандарыңыздай, бізде мынандай қоңыр түсті болып, даққа бір данадан жабылған түрі де бар. Мынандай дәнек қосып жасалынған түрлері де бар. Көріп тұрсаңыздар, мына жерде дәнектер бар. Көрдіңіздер ғой, міне дәнектермен. Келесі бізде слива. Слива бізде өте көп, өзімізде өсет. 3 ағашымыз бар. Содан жабылған мына сливаның вареньясы. Әдемі даққа бұл да әдемі болып пісет, міне дана болып тұрады. Келесі бізде шиеден жасалынған, яғни алша. Алшадан біз көп варенье жабамыз. Әдемі шайға қосып ішсеңіз де, нан батырып жесеңіз де өте дәмді болады. Қараңыздаршы, қандай әдемі. Келесі бізде ежемалина. Бұны менің енем жұмысынан бір кісіден сатып алып келеді. Жылда осындай 5-6 банкадан жауып қоямыз. Бұны көріп тұрғандарыңызда кішкентай банкаға жабамыз. Себебі суық тигенде, малина жоқ болып қалған жағдайда осы ежемалинаны грипп дегенде, ауырған кезде шайға салып ішсеңіздер өте жақсы болады, көп көмек тиеді. Одан кейін келесі бізде мына персик. Персиктен де біз жақсы жабамыз банканы, өте жақсы желінеді бізде. Биылда көп жапқан жоқпыз. Көріп тұрғандарыңыздай майда банкаларға да жаптық. Одан кейін клубника. Мынау клубниканы осы биыл жаптық. 2-ақ банка шықты бізде. Себебі көбісін өзіміз жеп тастадық шикідей. Келесі бізде мынау алма. Алмадан жасалынған. Бұл банкаға да шамамен 4 жыл болып тұрғанына. Бізде көп желінбейді алманың вареньясы. Одан кейін келесі менде мынау қауын, дынядан жасалынған. Мына 2 банка. Көріп тұрғандарыңыздай, қауынның вареньясын білмейтін болсаңыздар, міне осындай болады. Қауынның вареньясы сулы болады, сочный. Келесі менде ашты, аджика, кобра дейма. Осындай жасап қойдық. Қазір бір банка көрсетіп тұрмын. Біз қалған банкының барлығын қазір көрсетемін, неге жұмсайтыныңызды. Біз капуста, чимчик капуста жасап қоямыз осылай. Көрдіңіздер ғой, осындай қылып, ашты қылып жасаймыз. Мына пакеттің ішінде де осы немен толтырып жасаймыз, осы кастрюлямен. ішінде капуста.
көріп тұрғанымыздай капустаны үстіп тұздап суға салып қоямыз да бір қатты ауыр затпенен бастырып қоямыз. Кейін осындай чимчи дәмді болады. Жасап шығамыз. Келесі соңғы біздің өніміміз қысқа дайындық. Мынау тек қана қызанақ, помидор. Бұны томат ретінде қолдансаңыздар да болады. Жаңағы ашты аджикаменен араластырып, чимчи немесе сәбіз салат, кез келген капустадан жасалынған әртүрлі салаттарға қосып араластырып жасасаңыздар өте керемет болады. Осылай дайындап қоямыз. Біз қыс бойы осыны томат ретінде мен пайдаланатын боламын. Көріп тұрғандарыңыздай, менің осы биыл жапқан банкаларым осы. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Бізге қыс бойы азық болатын осы біздің жаз айында, күз айында өзіміздің есік алдындағы бүкіл ағаштарымыздың берген өнімінен осындай қысқа арналған банкаларды жауып шығамыз. Сіздермен болған Ұлданай. Рахмет сіздерге. Сау сәлеметте болыңыздар.